Ассалаумағалейкум. Америкадағы жігіт арнасының тікелей қосылуы. Бүгін мамыр айының 30-шы жұлдызы. Кеш болып жатыр. Міне Лос-Анджелестің әкімі бізге мына ұялы телефон арқылы төтенше жағдайды қолданатын арнамен сағат 8-ден таңғы 5:30-ға дейін үйде отырыңдар деген бұйрық шығарды. Себебі төтенше жағдай жарияланды. Бұндай кезде далаға шығуға болмайды. Далада тек мына полиция жағына әскери адамдар ғана жүреді, сол жүрген адамдардың бәрін ұстайды. Не себеп десеңіз, көтеріліс болып жатыр Лос-Анджелесте. Сіз естіген болғансыз, ол не себеп екенін бірақ айтып кетейін. Миннеаполис қаласында бір африкалық американдықты ақ полицейский қылқындырып өлтіріп, жерге жатқызып мойнына аяғын қойған ғой, сөйтіп ол тұншығып өліп қалған сол кезде. Сол кісілерді әшейін ғана жұмыстан ғана шығарған, бірақ оларды тұтқынға алмаған, сол полицейскийлерді. Соған адамдар наразылық білдіріп, келіспей көтеріліске шығып, енді әшейін жай шерулерге шығып жүрген адамдар кейін жан жақтағы дүкендерге шабуыл жасап, сындырып тесік терезелерді, содан кейін кәдімгідей көтеріліске айналып кетпесін деп осындай төтенше жағдай жариялап жатыр Лос-Анджелесте. Сол бүгін 30 мамыр айында кешкі сағат 8-ден таңғы 5:30-ға дейін сондай төтенше жағдай жарияланды. Біз негізі Санта-Кларита қаласында отырамыз, бірақ ол Лос-Анджелес аймағына кіреді, бірақ Лос-Анджелес қала дейтін өзінше бір шекарасы бар осы Лос-Анджелесте. Бірақ біздің телефонымыз Санта-Кларитада тіркелінген. Бізге де сондай төтенше жағдай хабарлама келіп жатыр да, яғни оған жаңағыдай оны елемей шығып кетуге болмайтын сияқты. Сол себептен бүгін ешқайда шықпайтын болдық. Бірақ біз күнде сағат 8-де жүгіріп жүруге жаңағыдай спортпен шұғылдануға шығатынбыз отбасымызбен. Енді бүгін үйде отыратын болдық. Міне сондай жағдай, сондай жаңалық. Ал сау саламат болыңыздар. Менің арнамда қалыңыздар, таратыңыздар бұл арнаны. Бірге болайық. Сау болыңыздар.